Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен Асия формат және Джесен формат. Мен бүгін жаңадан Кэтс ойынын бастап ойнамақшымын. Бұл ойын осы плеймаркетке бұрыннан бері келген. Бірақ та маған енді тек қана бүгін жетіп жатыр. Бірақ та бұл ойынды көп достарым ойнады және де олардың берген отзывтары өте жақсы. Сондықтан канал үшін түсіріп көрейін деген ойдамын. Яғни Катс деген ойынды осы жақынан мен Олег Брейн деген летсплейщиктен көрген болатын. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай өте жақсы ойындар көрсетіп жатыр. Смотришь, мировой чемпионат. Мечтаешь когда-нибудь принять участие? Бірдеме. Бізге яғни қысқа инструкциясын түсіндіру керек болар мүмкін. Қазір көрейік. Контейнер. Қандай ғана машинка. Так, мында қою керек екен. Так. Яғни бұнда қысқа инструкциясын түсіндіреді ең басында. Бүкіл ойындағыдай. Бірден, өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, бірден басталып кетті, яғни обучение. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, мен ұтып жатырмын. Мен ұтып кеттім. Яғни мен контейнер алдым. Көрейік. Так, оған уақыт керек дейді. Яғни маған бесплатно ашуға мүмкіндік берді. Шын ашып көрейік. Так, циркулярка, титан, ролик, жало, классика, волум, және спецкомплект, және 400 теңге берді. Так, бізге мұнда қондыр деп айтып жатыр, яғни қазір қондырып көрейік. Для диск дейді. Біздерде ролик. Бізде дискі жоқ сияқты. Сондықтан қоюдың аса бір маңызын көріп тұрған жоқпын. Барлығында да 45, яғни өмірден. Бұның бір айырмашылығы, яғни мынаны қойып көруге болады. Бұның возможности көп сияқты, бірақ та осыны қоя берейік өзіміздікіне ыңғайлы болған. Так, бұлар бір неден мынаны көріп көрейік. Мүмкіндігінше барлығын қойып жатыр, яғни мүмкін ұтып қалармыз деген ойда. Так, өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай наклейку дейді. Так, стрела, доллар стрела. Так, міне наклейка қондырды. Көрейік. Басу керек. Яғни көріп тұрғаныңыздай менің машинам бірден көтеріп алды, яғни енді оны соғып жатыр. Тамаша. Ойынның яғни графикасына келетін болса, қазір ойын менде 40 FPS пен жұмыс жасап тұр. Тамаша. Бірақ та сонда да не болғанын өзімде түсінбей қалдым. Тамаша, яғни ойын маған өзіме ұнап тұр. Жаман емес. Яғни үлкенге де кішіге де ойнауға мүмкіндік бар бұл ойында. Чемпионат дейді. Міне өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай әртүрлі этаптар бар. Міне ең соңғы карбоновый детали дейді, яғни үлкен мүмкіндігі бар адамдарға арналған сияқты. Так, осы арада, яғни көптеген битвалар бар. Так, Аслан. Қалай? Сен ойнап жатсың ғой көптен бері. Жоқ, қалай? Чемпионат мықты ма? Мықты. Бұл чемпионатта мен 5-ші этапқа дейін жеткенмін. 5-ші этап, мен әлі 1-ші этаптан. Ол металлический этап бар ода. Мен ұтып кеттім ғана. Бұнда 1-ші этапта оңайлар көп шығады. Мен 1-ші этапта қиындық сезеттім. Ал енді 6-ші этапқа келгенде бұл қиын болады. Так, көздеріңіз көріп тұрғаныңыздай 3 победа бірден ұттым.
яғни болды 3 победа болды. Екінші этапқа көштім. Солай достар, осылай көтеріле береді, яғни детальдар және де олардың несі, мысалы қандай айды таңдайық. Жала, пила осы жақсы зат негізі. Диск, бигфут дейді, скутер дейді, циркулярка. Циркулярка тамаша жатты. Бәрі тек қана эпический неде екен. Жақсы, собрать дейік. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, яғни бізді ойынның басынан бері үйрете береді. Так, өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай. Так, мен бұны, яғни улучшыттағым келмейді. Жоқ, мен оны улучшыттағым келмейді. Бірақ жібере басқа мал жоқ. Яғни екінші өреннің несі шықты. Тамаша. Кез келген затты дамыта беруге болады. Міне осы ставка тігуге ең мықтысы, яғни өзің ұнаған, яғни ойыншыға ставка тіге аласың. Мысалы, мынау ұтуы мүмкін. Қазір мен осыған көрейін. Бірақ бұның алды терек қалады. Яғни мынау ұтуы керек. Бірақ бұл көтеріп алады. Мынаған тік көрейік. Так, бір ең жаман деталімізді саламыз. Так, мынау 11, мынау 9. Мұнан салып көрейік, мынау бірақ 5 салады. Жамейлі, ештеңе етпес. Кешігіп қалған екен. Так. Мынау мен мынаның арасы дейді. Яғни мен супер деталь тігем. 4 минуттан кейін яғни ставка бітеді. Сонымен достар, егер де осы барлығын көргілеріңіз келсе, менің видеома лайк басып қолдаңыздар. В общем, сіздермен болған Асен формат және Жесен формат. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Егер сіздерге осы видео ұнайтын болса, онда видеоның астына лайк қосыңыздар, және де жаңадан осы катс ойынына жаңадан лспойлар қазақша түрде түсіретін боламын.